Сәлем достар. Бүгін сіздерге жаңа қазір көптеген балалар ауырып жатыр ғой. Соған осындай сүттен осындай қайнатып жасаймыз. Ол үшін бізге сүт, чеснок майдалап тураймыз. Сосын әселімізді, құйрық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы сүт қоңыр түске енгенге дейін жақсылап араластырып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын жай қойып баяу отта 15-20 минуттай қайнатамыз. Неғұрлым көбірек қайнатқан сайын светі де қоңырланады. Сосын дайын болғаннан кейін басқа кесемізге, ыдысымызға сүзгіден сүзіп, балаларымызға суытып бере береміз. Жақсы пайдасын тигізеді, жасап көріңіздер. Қызым ішіп отыр. Мен постоянно осылай істеп беремін. Пайдасын тигізеді.